Армысыздар ағайын, мен еліміздің көрікті жерлерін аралауды әдетке айналдырған жандардың бірімін. Басты мақсатым Қазақстанның барлық аймағын көру және ерекшеліктермен танысу. Осы уақытқа дейін түрлі экспедициялар құрамында Арал теңізі, Ұлытау, Торғай, Маңғыстау, Жетісу өңірлеріне барып үлгердім. Ол сапарларда дайындаған фоторепортаждарымды Массагет порталынан оқи аласыздар. Соңғы кезде достары мен оқырмандарынан саяхат барысын видеоға түсірші деген өтініш жиі келуде. Соны ескеріп, өзімнің кезекті экспедициямнан видеоблог дайындауға бел будым. Бұл жолғы экспедиция Алтай қазынасы деп аталады. Оған қатысушылар Өскеменде жиналып, бір апта ішінде табиғи тарихи нысандарға соғып, 1500 шақырым жолды жүріп өтпек. Ендеше кеттік. Армысыздар ағайын, міне Nomad Explorer мүшелері Өскеменге жиналды. Бұйырса осы жерден экспедицияға аттанбақпыз. Мұнда машиналар жиналып тұр. 40 шақты машина болады. Бұйырса 150-ден астам адам 7 күн бойы Өскеменнің Алтай өңірінің әдемі деген жерлерін аралайды. Сіздерге қызықты ақпарат ұсынып тұрам экспедиция барысында. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлеметсіз, қалыңыз қалай? Сонша канистр неге басып алғансыз? Енді жұрттың бәрі жазып жатыр, кеше тауып алдық объявление, толтырып алдық, білмеймін. Су ма? Жоқ. Бензин ба? Дұрыс екен. Мына жігіт жүр ғой. Мен сен келмейді екен десем. Привет, дорогой. Ты что-то с маленьким фотоаппаратом с таким. Қазір Бұқтырма су қоймасы жанында паромның келгенін күтіп тұрмыз. Паром келсе көліктеріміз деп арғы бетке өтеміз. Әне анау жақта паром келе жатыр. Көріне ме, көрінбей ме? Мынау біздің көліктер тізілген қаз-қатар. Анау жаққа тартылып жатыр. Судың дауысы керемет. Шамамен 3-ке бөлінетін сияқтымыз. Бастама қалай, жалпы қалай өтеді деген ойдасың? Негізі Өскемен кіреберістен көрдік, өте керемет. Аллаға шүкір, Алланың сондай жаратылысы да прям ауа беріп тұр да. Әр облыстың әр ерекшелігі бар. Негізі Өскемен өте сондай күшті да. Ұнап жатыр бас жағынан. Мына қараңыз, мынандай керемет. Тау да бар, су да бар. Паромға міндік. Қазір екінші қабатына көтерілейік. Төртте жетіге 3800. Жағана ау жақта қалды. Қазір экспедицияның басқа мүшелері арғы жағада қалды ғой. Солар келген күтеміз. Одан кейін арғатай жолға шығамыз қайтадан. Бұқтырма су қоймасының жағасына келдік. Адамдар суға түсіп жатыр. Қазір мұнда түскі ас ішкелі жатырмыз. 2 сағаттай осы жерде боламыз. Одан кейін арғатай сапарымыз жалғасады. Мен де елге қызығып суға түсейін деп жатырмын. Су жылы екен. Кеттік па? Керемет. Керемет, бірақ астында тас бар екен, аяққа батады. Үшкір тастар. Сөйтіп аяқ киіммен түсіп жүрміз.
қазір Зайсан көлінің жағасына келіп қоныстанып жатырмыз. Экспедицияның кешкі қарбаласы басталып кетті. Біз тоқтаған жер құмды жер екен. Аса маса көп емес, шыбын-шіркей де аз, жалпы тек мынандай ғана. Көріп тұрған шығарсыздар. Жарыққа ғана келеді. Кешкі қарбалас басталып кетті. Міне адамдар шатырларын тігіп жатыр. Біреулер арғы шетте тамақ дайындауға кірісті. Бұйырса қазір айналасы жарты сағаттың ішінде лагерде дайын болады. Осылай суға түсіп жатқандар да бар. Бірақ қараңғы болғандықтан аса ештеңке көрінбейді. Бүгін көп уақытымыз жолға кеткендіктен қызықты видеолар түсіре алмадық, шыны керек. Ертеңгі күн бұдан да қызық болады деген ойдамыз. Ақбота деген қыз ән айтып жатыр. Міне достар, мен палаткамды құрдым. Қайырлы түн.